Украина президенті Петро Порошенко телеканалларда Украин теле контентінің квоталары ақындаки қануны имзалағаныны білдірді. Бұл бүлдіровны Девлет башы өз Твиттер блогында қалдырды. Майыстың 23-інде юқарыра да бұл қарарға қол тұтты. Весиқаға бинайын Милливия меркези телеканаллар эфирінің 75% саба саат 7-ден ақшам саат 10-ға қадар Девлет тілінде олмалы. Региональ телеканалларда эфирінің ярысы Украин тілінде олмалы. Милли азлықлар телеріне шу жүмледен рус тіліне прайм-таймда 25% саат 22-ден саба саат 7-ге қадар сынырсыз вақыт айрыла. Дуже важливо, коли Украин тілінің дегертілеріні зұлым әтмейіп, Украинада зияде құрылғаны пек мұйым. Қиын иш ұзын йол. Телеэкранда дегертілерінің енқыржығына кімсе қаршы дегел. Амма Украин каналарында Украин тілінің пайы 15-25% тешкел етмесі мүмкін дегел. Чоқ шүкір, оны құрчалап олдық.